Ковидпен ауырған адамды тергеуші жауап беруге шақырса. Сәлем достар, сізбен адвокат Тайыр Насханов. Кеше маған бір клиентім телефон соғып, оны тергеуші шақырып жатқанын ескертті. Бірақ ол үйінде ковидпен жатыр екен. Енді қалай барамыз деп сұрады менен. Оған дәрігер келмепті, сөйтіп медициналық анықтама оның қолында болмады. Сұрақ: құжатсыз ауырғанды қалай дәлелдейміз, деді ол. Қазір осындай сұрақтар маған көп келіп жатыр. Егер осы кісі туралы айтсақ, ол қылмыстық іс бойынша сезікті болып жатыр. Оның алдында одан ешқайда кетпеу туралы ескерту қолхатты алынды. Заң бойынша ол тергеуші шақырғанда оған баруға міндетті. Егер бармаса, тергеушінің оны қамаққа алуға құқығы бар. Енді осындай жағдайда не істеу керек? Оның қолында тергеушіге бара алмайтынын дәлелдейтін медициналық анықтамасы жоқ. Бұндайда бұл кісі тергеушіге WhatsApp арқылы өзінің ауырып жатқанын ескерту керек. Бұл хабарламаның скриншоттын адвокатқа жібереді. Ал адвокат, оның қорғаушы, жауап алуды басқа күнге ауыстыруды өтінеді. Жаңағы скриншотты өтінішке тіркейді. Егер сізге ұнаса, лайк қойыңыз, менің каналыма жазылыңыз. Сізбен бірге адвокат Тайыр Насханов болды. Сау болыңыз.